Сәлем достар, бүгін сіздермен осындай вафлидің рецебімен бөліскім келіп отыр. Жұмыртқамыз бен қантымызды жақсылап араластырамыз. Жақсылап араластырып алғаннан кейін майымыз бен сүтімізді қосып, жақсылап бір келкі болғанша миксерлейміз. Оның үстіне ұнымызды қосып, жақсылап араластырамыз. Осындай орташа қамырымыз шығар. Енді вафельницаға арналған ыдысымызды орташа отта қыздырып аламыз да, майымызды жағып шығамыз. Сұйық май жағып шығамыз, екеуіне қыздырып аламыз да, дайын қамырымызды қасықтап салып шығамыз. Әрқайсысына бір қасықтан салып шығамыз. Ыдысымызды бірінші қыздырып аламыз. Салып болғаннан кейін үстіне басып, екі бетін пісіріп аламыз. Негізі бұл вафельница ыдысы екеуі біріккен болу керек. Қазір магазиндерде сатады, сатып алсаңыздар болады. Менікі ескі болғасын екіге бөлініп қалды, бірақ онда да пісіруге жарамды.